Криштиану Роналдуға қазақстандықтардың бір айлық зарплатасын табу үшін қанша секунд керек? Бірге есептеп көрейік. Роналдудың Аль-Наср командасындағы бір жылдық зарплатасы 200 миллион евроны құрайды. Оның үстіне, как минимум, тырсы майкасын сатқаннан түскен 50 миллион евроны қосатын болсақ, 250 миллион евро шығады. Оны егер 12-ге бөлсек, Роналдудың бір айлық табысын есептеп шығарамыз, ол 20 миллион 833 мың евро. Енді оны 30-ға бөлетін болсақ, Роналдудың бір күндік табысы шығады, ол 694 мың евро. Енді бұл сумманы 24-ке бөлетін болсақ, біз Роналдудың бір сағаттық табысын есептеп шығарамыз, ол 28 мың 935 евро. Енді бұл сумманы 60-ға бөлеміз, и Роналдудың бір минуттық табысы 482 евро. Тағы 60-ға бөлетін болсақ, біз Роналдудың бір секундтық табысын есептеп шығарамыз. Ол 8 евроны құрайды. Теңгемен алатын болсақ, 3909 теңге. Енді қазақстандықтардың орташа бір айлық табысын 200 мың теңге деп алайық, соны жаңағы 3900 теңгеге бөлеміз. Сол кезде қазақстандықтардың бір айлық зарплатасын Роналдуға табу үшін 51 ғана секунды кететкен. Сіз осы видеоны көріп отырған кезде Роналду уже біздің бір айлық табысымызды тауып тастады.